Что нужно сделать, чтобы поступить на грант в наш университет? Вам придется делать выбор. Или вы поступаете на специальность, ту, о которой мечтали, или же вам нужно выбрать специальность, на которой у вас больше шансов поступить на государственный грант. Мысалы, қазір жалпы абитуриенттерге оқуға түскен кезде мына нәрсені ұмытпау керек. Қазіргі таңда біздің оқуға түсетін мамандығымыз 4 жылдан кейін олар оқуын бітіріп жатқан кезде әлі де өзінің еңбек нарығында қандай сұранысқа ие. Сондықтан мына осындай күрделі сұрақтарға жауап іздеу керек. Әрине, бұған жауап іздеген кезде кейде қиналып қалуы мүмкін. Міне сол себептен де біз осы YouTube каналын ашып отырмыз, және біздің әлеуметтік желілерде біздің ғалымдарымыз және қабылдау комиссияның мүшелері осы сұрақтарға жауап беруге дайын, және олар абитуриенттерге кеңес беру арқылы оларға қай мамандыққа және соның ішінде грантқа қалай түсудің жолдарын түсіндіреді.